полковникке қомақты ақша төлеп, 1000-нан астам еврей жұмысшыларды сатып алып, оларды Германияға апарып жаңа зауыт ашып, сол жерде істетпек болады. Осылай болғанда бұл еврейлер қырғыннан аман қалатын еді. Сөйтіп жұмысшылар тиелген пойыз күндіз-түні тоқтаусыз жүріп, ең соңында межелі жерге жетеді. Олардың алдарынан сенділер күтіп алып, жолдан қатты шаршаған боларсыңдар, алайда менің зауытыма келгендеріңді қарсы аламын. Бұл жерде қажетті азық-түліктер жеткілікті дейді. Әрі сенділер еврей жұмысшыларға қарауылға қойылған герман әскерлеріне менің рұқсатымсыз жұмысшыларды ұрып өлтірмейсіңдер дейді. Сөйтіп зауыттың жұмысы басталып кетеді. Талай қорлық көріп, қырық ажалдан аман қалған жұмысшылар үшін сенділердің зауыты әлемдегі ең қауіпсіз орын болатын. Бір күні хатшысы сенділерге жұмысшылар жасаған оқ-дәрілердің толымсыз болғандығын, жалғасты бұлай бола берсе, зауыттың күйрейтіндігін айтады. Сенділер хатшысына, егер бұл зауыттан жасалған оқ-дәрілер толымды болса, онда мен тіпті де көңілсіз болған болар едім деп жауап береді. Себебі сенділер зауытында жасалған оқ-дәрілердің адам өлтіру құралына айналып қалуын қаламайтын еді. Осылайдан ол бар жиған ақшасымен зауыттағы жұмысшыларын 7 ай баққан соң, қалтасында көк тиын да қалмай, зауыт күйреуге бет алады. Алайда бір күні таңертең радиодан қуанышты хабар естіледі, яғни Германияның соғыста жеңілгендігі жарияланады. Хабарды естіген соң сенділер барлық жұмысшыларын бір жерге жиып, бүгіннен бастап сендер еркіндікке қол жеткіздіңдер, алайда мен тұтқындаламын. Сондықтан қазір бұл жерден тез арада қашуым керек, мені кешіріңдер деп қашуға қамданады. Сенділер жолға шығудың алдында жұмысшылар оған барлықтарының аттары жазылған кітаппен бір алтын жүзік ұсынады. Еврейлер сенділердің жақсылығына қалай жауап қайтарарын білмей, бір алтын тісі бар жұмысшы тісін жұлып алып, осы алтын жүзікті жасаған болып, жүзіктің бетінде бір адамның өмірін құтқарғаның бүкіл әлемді құтқарғанмен тең деген жазу жазылған екен. Жүзікті қолына тағып қоштасарда сенділер көз жасына ерік беріп, өзінің тіпті де көп адамдарды құтқара алмағанын айтып, жұмысшыларын құшақтап, өзегі өртіне зар еңірейді. Бірақ сенділер бар байлығымен құтқарып қалған осы жұмысшылардың саны 1100 адам болатын. Сөйтіп барлық еврей жұмысшылар көздеріне ыстық жас алып, өздерінің құтқарушы періштелерін қимастықпен аттандырып салады. Ал баяғыдағы адамдарды нысанаға алып атып ойнайтын Амон полковникте дараға асылады. Фильмнің соңында қырғыннан аман қалған сенділердің жұмысшылары еркіндікке қарай бет алып, қараңғылық жойылады. Бұл фильм Екінші дүниежүзілік соғыс мезгілінде нақ болған уақиғаны арқау етіп жасаған кино болып, 1974 жылы сенділер қаза тауып, өз туған жеріне жерленіпті. Жаңағы зауыттағы аман қалған еврей жұмысшылардың бала шағалары күні бүгінге дейін сенділердің қабырына келіп, алғыс айтып гүл шоқтарын қояды екен. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.